Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Міне Дубай қаласында жүрмін. Бізде елімізде жанармай қымбаттап жатыр. Бірақ мына Дубайда бензин, жанармай өте арзан. Сосын ең бір қызығы, мына машиналардың жанынан, арт жағынан өткен кезде машинаның иесі жоқ. Ана бізде машиналардың артынан, жанынан өткен кезде тұншығып қала жазайсың ғой. Мыналардың машиналары бір сумен, ауамен жүретін сияқты, таза иіс жоқ машинада. Өйткені мына жанармай тап-таза бензинмен жүреді машиналары. Тап-таза бензинмен жүреді. Міне қанша осылай машиналардың арасында жүремін, бірақ машинаның иісі шықпайды. Мыналардың бәрі бір сумен жүретін сияқты. Өте таза бензин бұларда. Сапасы өте жоғары. Бензин толық жанып кетеді де, ешқандай артынан иіс шықпайды. Міне бензин деген қандай болу керек? Арзан және тап-таза бензин. Міне қанша машина жүр, араларында келе жатырмын. Бірде-бір машинаның иісі шығып тұрған жоқ. Бізде Қазақстанда бір машина өтсе, тұншығып қала жаздайсың иісінен. Мыналардікі міне қандай керемет. Экологияға, адамның денсаулығына ешқандай зиян бермейтін, жүріп жатқан көліктерден шығып жатқан жаңағы выброс дейді ғой, түтіндері.